Қой, мен қазір сразу барып огородты тазалап алайын, матыган қолымызға ұстап алайық. И все болды. Бізді бұл огородтан кәдімгі өз кесіпті. Осылайынан тазалап тастайық. Мен бүгін доход алуым керек, по идее. Доход деген айлығымды алуым керек, по идее айтқанда. Бүгін уақыты келген сияқты. Мер деген кәдімгі кешіктіріп береді. Негізі доходты, айлықты алмағаны уже бір 2 ай или 3 ай ма болып қойған шығар. Уже мерден шаршап кеттік, мерді ауыстыру керек сияқты. Мені қою керек сияқты деп қоямын да. Оны айтамын. Бірақ мен мер бола аламын ба, бола алмаймын ба, білмеймін. Бола алатын сияқтымын. Мен мер болатын болсам, осы ауылға магазин, анау мынау, спортзал, ойын ойнайтын жер, парк, футболный алаң, анау мынау көп жер салып тастайтын едім. Көп зат салып тастайтын едім ғой. Кафе салатын едім. Мен мер болсам, бірінші очередь ауылға мен магазин соғатын едім. Айтпасам, бізде магазин жоқ, қалаға барып продукт алып келеміз. Жителдерде, мен де қалаға барып мен продукт алып келеміз ғой. Мінекей мен болдым. Ал енді мұнан барлығын сандыққа салып қойайық. Матыганты алып сандыққа салайық. Все болды. Былайынан қойған әдемі көрінеді. Негізде деп қойылсын, короче. Чоса менді ауылда ешкім жоқ, чоса бізде. Тоқтай тұршы, қандай гравий істеп жүрін, гравий қояма. Сындырып көрейік. Емайына сынбай ма, нені өлі? Сынбай атыр ғой, чотайы, емайы. Жарет қоя бір, сындырмай қояқ. Ауылда ешкім жоқ қой, чотайы, емайы. Мөрдің үйінде ешкім жоқ, айлығымды алайын десем, мөрі жоқ. Емайы айттым ол, мөр жаман қатты кешіктіріп береді ол деп. Мына жақта ешкім жоқ. Ойбай, емайы біреудің үйіне кіруге болмайды негізінде, бірақ маған кіру керек болып тұр енді. Жителдерді іздеу керек қой. Мына жақта 4 үйде де ешкім жоқ қой. Емайы. Мөрдің үйінде ешкім жоқ, Ақжүбекте ешкім жоқ. Маған де видео түсірмес бұрын көрген болатынмын. Емайы, маған де гравиді сындырғын кеп тұршы. Мына жақта жоқ, мынау басқа екен. Мынау. Ойбай, емайы. Ой, ема. Не кетті ма? Емайы, қатысып кеттім. Мына гравием бірдеңе айналып кетті ғой. Ема. Былайынан барайын ба, бармайын ба? Емайы, барсам бір өлтіп самайын ба? Жарайды. Емайы, мұна жақта кәдімді жағдай бар екен ғой. Ема, мына жақта теледидарға ақта. Ема, мына жақта кәдімді шкаф бар, төсек. Кәдімді жағдай жасап алған ғой. Қоя тұрыңдар үстіне бір көрейік. Ема, мынау менің огородымның астында. Ема, егіншіліктің астында уже менің үй тұр ма? Ема, грядкамның астында қошым өтканда. Ема, диван бар екен, шкаф, сағат. Ой, қойықтан. Сонда наяқта ешкім жоқ ба ел? Ема, наяқта тербеліп отыратын орындық бар, диван бар. Хоппа деп ауыз қоясың, кәріш. Мына жақта тамақ жейтін жер бар. Сандық қоя тұрында. Ема, наяқта төсек. Мына сандықты ашып көрейік. Сандықтың ішінде книга сапером тұр. Ашып көрейік. Хоп. Сен бұл хатты оқып отырсаң, онда сен бір құпияны білдің деген сөз. Бұл әлемде өте қауіпті монстрлар өмір сүреді. Бірақ ол монстрлар жасырын түрде өмір сүреді. Мен бұл хатты жалғыз өзім жазып жатырмын. Менің достарым болған, бірақ достарымды монстрлар жасырын түрде өлтіріп кетті. Ал бұл менің достарыммен бірге жасаған құпия әрі жасырын үйіміз дейді. Мойнақта біздің әлемде жасырын бір монстрлар бар дей ма? Жасырын өмір сүреді дейді. Қандай монстрлар? Ема, наяқта динамиттер, тянта. Емайы, не десем ал? Қоятыр, наяқты сындырайық. Емайы, не деген тянтылар? Наяқта сандықтар дегенлар қойып тастайын. Мынан үшін ашып көрместен бір. Емайы, қоя тұрыңдар. Ар жақта тянтылар, мынаның бәрін сындырып тастау керек қой. Емайы, қазір аяқта жарып тастау да мүмкін ғой. Емайы, жарып тастау емес, жарылып кету мүмкін ғой. Емайы, еще жылы жерде тұр ғой аяқта. Мынаның бәрін сындырып тастау керек. Біздің ауылымыз полный жоғалайын деп тұр ғой.
Так бәрісін жоқ қанша тент мына жерде мәссаған құдайыма ема. Так бәрін сындырып тастау керек қой бізге. Ё-моё, кім қойып жүр бұл ойына не тентінің барлығын? Біздің ауылдағы жетелдер ме немене бөле? Біздің ауылдағылар негізінде жақсы адам еді ғой барлығы. Жақсы адамдар деп өлең айтқан. Так, мына тағы да книгасы пером тұр. Так, ашып көрейік. Бұл тентілермен уақыты келгенде монстрларды өлтіреміз деп жоспар құрғанбыз, бірақ жоспар іске аспай, монстрлар тентіға өлмейтін болып шықты. Ол монстрлар өте мықты, тіпті өлтіре алмаймыз деуге де болады дейді. Ё-моё, тоқтай тұр. Түсінбедім, ол қандай монстрлар? Ё-моё, мына тентілермен монстрларды өлтіруіміз керек тұғын деймін. Бір дейді, жұмытқан сол планеттің нашар екенін білдірді қойған сол. Так, ё-моё, мына үй жасырын үй дейді. Достармен бірге жасаған достығарды жасырын түрде өлтіріп кетті дейді. Жасырын түрде өмір сүретін монстрлар жасырын түрде өлтіріп кетті ма? Так, ё-моё, чоқта қандай монстрлар олар, чоқта қауіпті монстрлар сияқты. Ё-моё, жақта бір слой уже қассаң аспан көрініп тұрған ғой. Так, мына жақта, ё-моё, менің үйімнің асты емес пе? Бөлініп тұрған жақта, ё-моё. Так, қоя тұрыңдар, оның барын қоя тұрыңдар. Монстрлар сонда, ё-моё. Алар аттарын айтпады екен, неғып аттарын айтса болады. Мен танып қалуым мүмкін еді ғой, ё-моё. Так, монстрлар жасырын түрде өмір сүретін, қандай монстрлар болды екен. Біздің негізінде Майнкрафт әлемінде ондай монстрлар болмау керек қой мүлдем. Қуама бір бөле ғой. Так, енді мыналарды сандыққа бар салып келеге. Походу салатын жақпымыз. Так, ой, шаршап кеттім бүгін менде. Так, маған еще қазір ана қалып кеткен агороттарды тазалауым керекпін ғой. Ё-моё, ноутбукты жауып қояйық. Так, айтпақшы мотыгамды алып алайын. Сосын агороттардың барлығын тазалап шығайын мен. Бірақта кептіріп тазалау керек енді айлық алу үшін, бірақ айлықты кешіктіріп беріп жатыр. Неге сазамауға да болады. Бірақ уже жұмысқа үйреніп қалдым. Жақсы көретін жұмысын деуге де болады уже. Қаншама ай болды, или қаншама жыл, білмеймін қанша болғанын, әйтеуір көп болды мынаны жасап жүрген осы егіншіліктің жұмысы, короче, огородты тазалау менің міндетім ғой, короче, менің мойнымда болып тұрған мэр соны берген болатын маған осы жұмысты. Айлықты уақытылы беріп тұрамын деген, міне беріп та жүрген жоқ, уақытылы қақтың береді. Біздің мэр деген адам емес, ол кәдімгі жетел деп қоясың. Короче, қойшы әзіл айтпай қойын мен, болмаса такси ұстап ойнап айтамын, короче. Ойнап айтамын, короче, барлығын. Так, общем, сондай енді біздің енді білесіңдер ғой, бүкіл мэрлардың барлығы бізде неді андай адам ғой, жұмот адамдар ғой, ақшаларын тек өздеріне ғана жұмсайды, басқа андай халыққа деген ойлар жоқ олардың. Бүйтіп айлықтар уақытылы берейін деп, бір-екі жыл өткен екен, болмаса өзің барып сұрамасаң бермейді. Жарайды, бұның барын қоя берек, жұмыс, айлық, анау-мұны барын қоя берді, мэрді де қоя бер. Ана монстрлар қандай монстрлар болды өзі, ё-моё, жасырын түрде өмір сүреді дейді. Оларды негізінде зерттеу керек бір. Енді мен бір өзім зерттей алмаймын, білемін. Менің қасыма бір ғалымдарды алу керек. Қазақстанда талай ғалымдар бар ғой, табуға болады ғой, любой біреуін алып, мықты бір тәжірибесі көп. Сондай ғой. Сосын соларды маған зерттеуіміз керек, ё-моё, айтсам болмайды, біздің барлығымызды қырып тастау да мүмкін, өздерің білесіңдер. Так, мынаның барлығын орын-орнына салып қойып, орын-орнына дегенде шаш-шаш сала беріп, осылай әдемі көрінеді просто. Так, мен өзіме видеомды түсіріп тастайын, енді ана монстр жарған енді қазір интернеттен іздеймін, сосын видеоны түсіріп монтаждау керек. Ё-моё, өте көп жұмыс бар. Так, мынаны бассақ та қоя тұрмын, ноутбукты қосайық. Все болды, так.